сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сабақта жылу электр орталығының құрылымдық сұлбасын таңдау жайында тәжірибелік жұмыс қарастырамыз. Жұмыстың мақсаты жылу электр орталығының сұлбасымен танысу, сол сұлбаларды өздерін құрастыра білу. Қазіргі таңда электроэнергияның көп бөлігін жылу электр орталықтарында өндіреді. Кейін біз осы сөзді ЖЭО деп жалғастыра береміз. Өнеркәсіп орындарын және қалаларды жылу және электр энергиясымен жабдықтаумен айналысатын станциялардың бірі жылу электр орталығы. Жылу электр орталығының сұлба нұсқаларын қарастырып өтейік. Мұнда 3 түрлі сұлба нұсқасы көрсетілген. Айырмашылығы тек кернеу деңгейлерінде. Мына жердегі атауы мынадай аталған себебі РУ это распредустройство, ВН высокого напряжения деп аталып кеткен. Ал ГРУ дегеніміз генераторлық тарату құрылғысы, генераторное распредустройство. Кернеулеріне айтатын болсақ, ГРУ 6 немесе 10 киловольттық кернеуіне ие, ал жоғары кернеуі 110 немесе 220 киловольттық кернеу деңгейіне ие. 2 генератор ГТХ-ға, ал 1 генератор блоктық түрде орындалған. А суретін қарастырдық. Енді Б суретіне келетін болсақ, мұнда 3 кернеу деңгейінде орнатылған. Осындай 3 кернеудің болуы, егер жылу электр орталығының жақын маңында өнеркәсіп немесе кәсіпорын болатын болса, онда олардың қоректенуін 35 киловольттық немесе 110 киловольттық әуе желісімен атқаруға болады. Демек, осында тек 35 киловольт немесе 110 киловольттық кернеуі болуы мүмкін. Ал жоғары кернеуінде 110 немесе 220 киловольттық кернеу болады. ГТХ-да бағана айтқандай 6 немесе 10 киловольт. Сонда қараңдар, мысалға келтірейік. 220, 110 және 10 киловольттық жылу электр орталығының сұлбасы болуы мүмкін. Және осы 3 кернеу деңгейін біріктіретін 3 орамды трансформатор, байланыс трансформаторы қолданылады. Үшінші суретіне қарастыратын болсақ, мұнда жоғары кернеуі және төмен кернеуі 2 кернеу деңгейлі, бірақ төмен кернеуі бағана А суретіндегі ГРУ ретінде емес, ал КРУ ретінде көрсетілген. КРУ дегеніміз мұндағы комплектное распредустройство, қазақшасында комплектілік тарату құрылғысы. Бұл КРУ арқылы 10 киловольт немесе 6 киловольттық тарату құрылғыларын тұтынушыларын қоректендіріп тұр. Осы КРУ-ның артықшылығы электр жабдықтарының санын азайтып, монтаждауды тездетеді. Мына жақта бір мысалды келтіріп өтейін дегем. Бұл бізде 5-19 суреттің блоктық түрдегі жылу электр орталығының суреті. Мына жерде 110 киловольт жоғары кернеу деңгейі және КРУ комплектілік тарату құрылғысы арқылы орындалған 6 және 10 киловольттық суретінің қарастырайық. Осы суретке келетін болсақ, 6 және 10 киловольттық қоректенетін тұтынушылар электроэнергияны G1 және G2 генераторлар арқылы КРУ комплектное распредустройство комплектілік тарату құрылғысы арқылы алады. Алыс қашықтықтағы тұтынушылар электроэнергияны G3 және G4 генераторлар арқылы 110 киловольттық тарату құрылғысына беріледі. Әрбір блоктық сұлба сияқты бұл сұлбада электр жабдығын үнемдеуге мүмкіндік береді. Ірі ГТХ-ға қарағанда бұл электр бөлігін монтаждауын тездетеді. Т1 және Т2 трансформаторлары байланыс трансформаторлары болып келеді, және әрбір жылу электр орталығы үшін байланыс трансформаторларының саны 2-ден көп болмайды. Байланыс трансформаторлар әдетте РПН-мен жабдықталған болады. РПН дегеніміз, ол мұндағы РПН дегеніміз регулировка под нагрузкой. РПН арқылы актив және реактивті қуат
қалдықтарының ауытқуын реттеуге мүмкіндік туғызады, және асқын кернеу болған жағдайда кернеуді реттеуге мүмкіндік береді. Сұлбада ол барын немесе жоғын мына жердегі стрелка арқылы көруге болады. Мына Т3 және Т4 трансформаторлар, олар блоктық трансформатор деп саналады, өйткені бұлар блокта орналасқан, бірақ мұнда РП-ні болуы немесе болмауы да мүмкін. Отырған Q1, Q2, Q3, Q4 ажыратқыштары генератор тізбегінде орналасқан, және олар сенімділігін жоғарылату үшін қажет. Егер генератор істен шығатын болса, сол генераторларды сөндіруге арналған ажыратқыштар. Жаңағы кіруіміз мұнда 2 секциядан тұрады. Осы секция жалғаушы ажыратқыш арқылы бөлінген. Қалыпты жағдайда осы ажыратқыш қосулы. Егер бір секцияның біреуінде, мысалы мына жағында қысқа тұйықталу болатын болса, онда осы тұтынушылардың барлығы қорексіз қалады, өйткені мына ажыратқыш осы секцияны сөндіреді. Ал басқа секция жұмыс істеп тұтынушыларды қорегін үзбей жалғастыра береді. Сондықтан осындай ажыратқыштың болуының маңызы өте зор. Ол болмаған жағдайда барлық осы секциялардың барлығы сөніп, тұтынушылардың барлығы қорексіз қалар еді. Мына ажыратқыштың ішінде автоматикамен жабдықталған АВР автоматикасы, және ол жаңағы көріп тұрғандағыдай КРУ-да генераторлар 63 мегаваттан, ал блоктық түрдегі генераторлар 100-ден асатын мегаватт, 100-ден асады. Енді қазір мына жердегі тағы бір мысалға келтіре кетейін. Әрбір ГТК-мен жабдықталған электростанциялардың барлығында немесе комплектілік тарату құрылғыларында реакторлар болады. Реакторлар олар қысқа тұйықталу тогын шектеу үшін арналған. Реактордың бірнеше түрін көрсетіп өтейік. Мысалы, мына жерде желілік реактор, топтық реактор, мынау КРУ-да қолданылатын реактор, және секциялық реактор, ГТК-да қолданылатын реакторлар. Оларды генератордың номинал тогы бойынша таңдау жүргізеді. Ал енді лекцияның барлық сұрақтарына жауап беруді осы нұсқалар бойынша орындайсыңдар. Әрқайсына өзінің нұсқасы берілген. Мысалы, мына 3 сұраққа жауап бергеннен кейін 4-ші бізде жылу электр орталығының құрылымдық сұлбасын құру тапсырмасын орындау. 7 блок орналасқан. ГТК-да кернеуі 100 мегаваттық 3 блок салу керек, ал 220 киловольттық жоғары кернеу деңгейіне қалған неше блок қалады? 4 блок салу керек. Қанша реактор және секция саны, генератор саны бәріне қорытынды жасап, әрқайсы электр жабдығына әріптік көрсеткіштерін белгілеу. Осы тапсырманы орындап, бірақ орындау кезінде мына жердегі мысалдарға қараңдар. Мысалы, ГРУ деген ГТК, ашық тарату құрылғысы 220, ГТК-да 3 генератор, ал 220 ашық тарату блоктық түрде бір генератор көрсетілген деп осындай түрде мысал ретінде, немесе мынадай мысал ретінде ГТК-да 4 генератор, ал ашық тарату құрылғысында 4 блок, жалпы алғанда 8 генератордан тұратын жылу электр орталығы көрсетілген. Назарларыңызға рахмет, барлықтарының тапсырмаларын күтем.